Қанша адам өмірге қайта келді, қанша жүрек қайта соғып, үміт қайта жанда. Бұл бір ғана адамның маңдай терімен, адал еңбегімен келген жетістік. Адам өмірі ең үлкен құн, оны сақтап, емдеу жүрек пен жанның ерлігі. Бұл 1962 жылы 4 маусымда Қызылту ауылында дүниеге келіп, өмірін медицинаға арнаған бір адамның Пернебай Сыдықовтың тағдыры. Қарапайым ауылда дүниеге келіп, бала кезінен оқу білімге жаны құмартты. Отбасы үлкен, ынтымақта, 7 ағайында. Кішкентай Пернебайды тәрбиелеген орта еңбекқор, қарапайым адамгершілікке негізделген ортасы. 1978 жылы мектепті бітірген кезде Пернебай өзінің болашақ мамандығын таңдауда ол медицинаға бет бұрып, адам жаны мен денсаулығына қызмет етуді парыз санады. 1978-1981 жылдары Пернебай Ангрин медицина училищесінде фельдшер мамандығын алды. Студент кезінен ақ ол жауапкершілікті сезіне білді. Науқасқа алғашқы көмек көрсеткенде адамға жан-жақты қарау керек екенін ұқты. 1981-1983 жылдары Пернеген арнаулы борышын орындап, Кеңес армиясы қатарында қызмет етті. Бұл кезең тәртіпке, шыдамдылыққа, жан-жақты тәрбиеге негіз болды. Әскерден кейінгі қызметтік шағы 1983-1985 жылдары Өзбекстанның Калинин ауданында жедел жәрдем фельдшері болды. 1985-1987 жылдары Мақтарал ауданында Славян дәрігерлік амбулаториясында қызмет етті. Бұл алғашқы практика, нағыз адаммен бетпе-бет кезеңі. 1987 жылы Пернебай Ақтөбе медицина институтының емдеу ісі факультетіне түсіп, хирург мамандығын таңдады. Интернатураны тәмамдап, ол нағыз дәрігерге айналды. Науқасқа күрделі операцияларды жасай алатын, жауапты қызмет атқара алатын білікті маман. 1993 жылдан бастап Мақтарал орталық емханасында хирург болып жұмыс жасады. 1995 жылдан Жетісай аудандық ауруханасына ауысты. Анестезиолог, реаниматолог қызметін атқарды. Бұл күрделі шешімдер мен жауапкершіліктің кезеңі, нағыз сын тұрғызатын шақ. 2003-2005 жылдары Пернебай бөлім меңгерушісі болды. Жауапкершілік артып, қол астындағы қызметкерлер мен бөлім жұмысына жауапты болды. Жоғары санаттағы анестезиолог, реаниматолог дәрежесін алды. Бұл оның кәсіби деңгейінің биік екенін білдіретін белгі. 2005 жылы қайта даярлау курсынан өтіп, травматолог ортопед мамандығын алды. Бұл оның кәсіби өрісін кеңейтіп, жаңа жауапкершілікке дайын болу еді. 2006 жылдан бастап Жетісай аудандық орталық ауруханасының травматология бөлімін басқарды. Пациенттерге сүйек, буын жарақаттар бойынша көмектесудің жаңа саласына бет бұрды. Мен Мақтарал орталық ауруханасына 2004 жылдан бері жұмыс атқарамын. Содан бері Сыдық Пернебай Жұмадилұлын танимын. Екеуміз бірге ағалығын болып араласып кеткен жағдайымыз бар. 21 жылдық стажымыз бар, бірге жұмыс істеп келген. Бұл кісі енді алдында бірінші реанимация бөлімінде жұмыс істейтін еді ол жылдары. Кейін біліктілігін артырып, травматолог мамандығын алып, травматология бөлім меңгерушісі болып жұмысын атқарып жатыр. Енді Пернеген өзі аға буын ғой, біздің ол кісі керемет адам, ақсақал, баяғы ата бабамыздың жолын қуатын, жаңағыдай өзінің әрқашанда ақылын, ойын, дұрыс жолын айтып отыратын кісі. Бізге өте көп ағалық әрі ұстаздық қызметі бар. Осы қанша қарап жүрмін, сосын қанша науқастармен тілдесіп, солардың жақсы болып аяқып кетуіне, үйіне қайтып оралуына атсалысып жүрген жігіт. Өзіміз өте қатты сыйлаймыз, бүкіл коллектив болып. Әрқашанда түрге шығарғызып отырамыз. Осы өмірген ғой, уақыт кеп, ауыз кетіп болып, пенсияға да кетіп отыр, қимайсың. Бірақ сонда да әлі де қатарда ғой, бұл кісінің денсаулығы, жүріс-тұрысы әлі де жағдайы жақсы, сондықтан әлі де жұмысын жалғастыруда, әлі де талай халыққа, елге қызмет ететініне кәміл сенеміз. Өзімізде жібергіміз келмейді әлі жұмыстан. Құтты болсын айтамын. Зейнеткерлік жасына жетіп, зейнетке шығып жатқанына, енді Құда қаласа бейнетінің зейнетін көрсін дейміз. Дені сау болсын, 3 балаға шағасы аман болсын, өсіріп жатқан немерелердің бәрін қызығын көре берсін, елдің алғысын алып жүре берсін, қартаймасын, қатарда болсын всегда. Пернебай Сыдықов еңбек үшін жоғары марапаттарға ие болды. Ол алтын дәрігер, тәуелсіздіктің 30 жылдығы, денсаулық сақтау ісі үздігі, Қазақстан травматология және ортопедиясына қосқан үлесі үшін медальдарының иегері. Сонымен қатар облыс және аудан әкімдерінің сый құрмет бағалары оның
қоғам алдындағы беделін айқындады. 1985 жылы Пернебаяға Айман Бабахан қызымен көңіл жарастырып шаңырақ көтерді. Өмірдің небір ауыртпашылықтары мен медицина саласындағы сан қилы қиындықтарда олардың отбасылық тірлігі Пернебай Жұмаділұлы үшін әрдайым берік тірек, шынайы демеу болды. Айман апайда өмірлік серігімен бірге тек отбасының ғана емес, қоғамның саулығы үшін аянбай еңбек етіп, дәрігерлік парызын адал атқарып келді. Пернебай Жұмаділұлы мен Айман Бабахан қызы екеуі де медицина саласында 45 жыл бойына өлшеусіз еңбек сіңірген. Талай жанның өміріне араша түскен тәжірибелі дәрігерлер. Таныстық енді бұрынғы кезде жаңағы арада жеңгелер болады ғой енді. Сөйтіп әпшелеріміз, жеңгелеріміз біздің жаңағы Ләйла деген жеңшеміз бар, менің Сүмкен Қайынбикеміз бар, Қалеш деген. Сол кісілер көрші тұратын еді. Сөйтіп сол кісінің үйіне жаңағы бұл кісі жаңағы несі ғой енді, інісі әпшеміздің қыдырып келеді сол жерге. Мен жаңа жеңшемнің үйіне барамын. Сол жерде танысамыз ғой, сол жерде біріміз көріп қалып, сонымен сөйтіп танысып, ары қарап таныстық жалғасып, сол жүріп 5-6 ай дегенде сөйтіп үйленгенбіз. Жазда танысқанбыз, енді содан ноябрьде тұрмыс құрдық қой. Енді мінезі, маған ұнаған мінезі, турашылдығы, шыншылдығы, адалдығы, жаңағы өткір мінезі, сондай ғой, еңбекқорлығы, адамгершілігі бар, жан-жақты, сол жақтарынан ұнайды. Олардың кәсіби жолы жас мамандарға үлгі, ел жұртқа мақтаныш. Бүгінде бұл ардақты отбасы 3 ұл тәрбиелеп өсіріп 9 немеренің сүйікті ата әжесіне айналды. Немерелерінің шат күлкісі мен балдай тілі олардың ең үлкен қуанышы, шексіз байлығы. Пернебай аға мен Айман апайдың бірлігі мен еңбегі, шынайы махаббат пен адал қызметтің айғағы іспетті. Қымбатты әкеміз ақ халатты абзал жан ретінде халықтың алғысына бөленіп, талай жанға шипа бердіңіз. Енді міне зейнет жасына да аман есен жеттіңіз. Бұл еңбегіңіздің еленгені, өміріңіздің берекелі кезеңі. Алдағы өміріңіз денсаулық пен қуанышқа, немере шөберенің шаттығына толы болсын. Зейнет жасыңыз жайлы, ғұмырыңыз ұзақ, жүрегіңіз әрдайым шаттыққа толы болғай. 45 жыл адам өмірі үшін ұзақ, бірақ ол саналы, батыл, жауапты 45 жыл. Пернебай Сыдықов қарапайым ауылдан шығып, халық үшін қызмет еткен дәрігер. Оның тағдыры әрбір жас маманға, әрбір адамға үлгі, жүрекке рух, жанға үміт сыйлаған ақ халатты абзал жан. Өмірді құтқару, өмірге аманат ету. Сыдықов Пернебай Жұмаділұлы 45 жыл медицинаға арнаған, мыңдаған жанға шипа берген адам жанының қамқоршысы.